Тіршілік иелерінің арасындағы ең әлсізі де, ең мықтысы да адам. Келісетін боларсыз. Әлсіздікті сіз күнде көріп жүрген боларсыз. Өзіңіздің де басыңызда болар. Өмірде кездескен азын-аулақ кедергілерге салы түсіп, қайғырып, өмірден түңіліп, кейбіреулер тіпті өзіне қол жұмсап жатады. Ал қайсар рухты жандарды көп кездестіре бермейміз. Мен сондай жанмен кездескеніме, танысқаныма өте қуаныштымын. Ол кім десеңіз, ол Тұрсынай деген қарындасымыз. Қазір өзіңіз осы документальный киноны аяғына дейін көріп шықсаңыз, соған куә болатын боласыз. Тұрсынайдың басқа мамасымен екеуінен басқа ешкім жоқ. Я өмірді сүю керек. Өзіңді сүю керек. Аллах тағала көтере білетін сынақ береді. Өмірде түңілмеу керек. Настроениең нәскиге түсіп, ештеңкеге зауқың болмайтын, сондай кездерің бола ма? Настроение нәскиге түскіте оны жууға болады. Сен барша Қазақстанға мотиватор боласың. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ұяттан жерге кіріп кетейін деп отырмын, жасыратын жоқ. Өмір өтіп жатыр деймін да, оны неге мұңлығып өткізесің? Құдайды қарғап, неге мен осылай болып жаратылдым, неге менің басым осылай салды деп. Өмірден кеткім келгенде кездерім болды, оны неге жасырайын? Енді шын адамның рухы керемет қой. Рухы барлық адамда бар. Бар. Біреуді ұйықтап жатыр, Біреудікі оя, біреугі өлі. Соны ояту үшін не істеу керек деп ойлайсың? Ояту үшін, Өзіңнің рухыңның ішінде ұйықтап жатқан рухты ояту үшін. ояту үшін өмірден тәрбие жинау керек, өмірді көру керек, және де жасаған қателіктерден сабақ алып, соны қайталамауға тырысу, және де жақсы істерге баттау. Сен өмірді жақсы көру керек. Я өмірді сүю керек. Өзіңді сүю керек. Өзіңді қалай болғанда, өзіңді, өмірді сүйген адам өмірді Түсіне алады. өзін жеңе алады сол кезде. Әрине өмірде қиыншылықсыз адам болмайды, барлығы адам жер бетіне келгеннен кейін ол Аллах тағала сынақ береді. Сол сынаққа сынбай, сағы сынбай көтере білу керек, және де Аллах тағала көтере білетін сынақ береді. Өмірде түңілмеу керек, және де түрлі теманы ойларға берілмеу керек, тек жақсылық ойлау керек. Жүректің қан тамырларын жақсы ниеттерге толтыру керек. Сонда ғана адам бойындағы қиыншылықты жеңе алады. Өмірім Тәңір берген сыйы маған. Өмірден сый аламын бұйырмаған. Сен барсың мына жарық әлемде, соның өзі қуаныш маған. Сен мен сенің бақытың болайын. Жаныңда жаның болып мәңгі қалайын. Жүрегіңнен орын алайын. Бағыңда гүлің болып жайнайын. Сүйгенім, сүйікті сыңарың болайын. Бақытыңды бағыма мен балайын. Біз екеуміз қол ұстасып бірге жүрейік. Шуағымен, күн менен айдың. Тұрсынайға мен сұрағым бар, мен қоям деп қоя алмай жүремін. Тұрсынай, енді сен де адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін көңіл күйің түсетін, қазақша айтқанда настроениең нәскиге түсіп, ештеңкеге зауқың болмайтын, сондай кездерің бола ма? Болса содан қалай шығасың? Мына маған көп адамдар мен психологик тренинг өткіземін ғой кейін. Сонда айтады, мен депрессияда жүрмін, стрессте жүрмін, көңіл күйім болмай жүр, шыға алмай жүрмін деп.
Содан қалай шығасың? Ненің көмегімен? На настроение носкиге түскенше оны жууға болады. Соны кейде жуа алмайтын адамдар болады ғой. Соны қалай жуасың? Қалжың әрине. Менде депрессияға мен депрессия не екен білмеймін, бірақ күйзеліс екен ғой. Күйзеліс, иә? Күйзеліске менде түсем әрине. Пенде болған екен, адам болғаннан кейін түсем менде. Бірақ осы күніме шүкір, артыма шүкір етемін, және де алдымдағы биік тұрған адамдарға мен ұмтыламын. Солардан мен биік болғым келеді. Енді Тұрсынайдың жағдайында болса, мен өзім кейде ойлаймын, мен осындай жағдайға түссем, мен осындай қайсарлықпен алға қарай ұмтылып, мен осындай кітап жазып, өлең жазып, университетке түсіп, кәсіпкерлік жасай алатын бедім, жоқ, тағдырыма лағынет айтып, Құдайды қарғап, неге мен осылай болып жаратылдым, неге менің басым осылай салды деп, басқаларға ренжіп, маңайыма қуаныш сыйламақ тұрмақ, қайғы сыйлап кететін адам болар ма екен деп мен 100 рет ойланамын. Көрерге жарық көзім бар, көкейде өткір сөзім бар. Таңырдың келген өшеулі, темірдің мықты төзім бар. Мен бақытты екен. Жылдар жанды нұрлы күн, жан-жарамды пайымдар, жолтықпайтын түндері, жарық сөйлері айым бар. Мен бақытты екен. Сыйлаған Алланың небесіде көтерін таудай бек еңбекке, еңбектеп өліп жетермін жаңбырға ұқсас мұңыма. Күлкімнен гүл себемін, 100 рет құлап, 100 рет тұрып келемін. Білемін тағдыр екенін, мен бақытты екенмін. Тұрсынайдың басқа мамасымен екеуінен басқа ешкім жоқ. Мамасы екеуі ғана тұрады. Енді негізгі табыстары міне Тұрсынай мынандай ойыншықтар жасайды, мамасы екеуі сол ойыншықтарды сатады. Онан кейін біраз өкіметтен біраз жәрдемақы алады. Бірақ осыған қарамай Тұрсынай меценат болып, мына өзінің ноутбугын сол кісіге сыйға тартайын деп отыр. Ойға қалдыра ма? Енді мен айтам, Тұрсынайдан тек қана қиындықты жеңетін қайсарлық рухты ғана емес, махаббатты, мейірімділікті бәріміз үйренуіміз керек деп ойлаймын. Сені ренжітіп алдым ба десем, мені кешір дедің бе? Сіз қалды ма көңілде? Жылы өздеген жүрек тоңады неге? Біреулер өмірді өткінші дей ме? Талпынып жету мұратқа бекер ме? Егер шынымен өмір өткінші болса, адамға жақсы көру мен жек көрудің керегі не? Мен аңсаймын гүлденген, әлемді гүлденген. Адамдар жек көруді білмесе екен, көз алдыма жақсы көрінген сол бір жан жақсылығынан жаңылмаса екен. Досым, келекеміз жақсылық жасаудан жарысайық. Біріміз қырдан, біріміз таудан асайық. Сен күн бол, жылу сыйла мұздаған жанға. Мен ай бол, жарық сыйлайын адасқан жанға. Сөйтсек біздер жағынамыз ба Аллаға? Асығайық жақсылық жасауға. Бұдан асыл іс бар ма? Біздер о дүниеге кетсек те атымызды қалар жасаған жақсылығымыз ғана. Аяқ қолы сау, дені сау адамдарға айтатын кеңесің осы. Мысалы, сен өзің жаңағы ойыншық жасап, интернет арқылы кітап жазып, университетте оқып, жаңағы интернеттен біраз сауда жасап, инстаграмнан табысың тауып, және де қараш, сен қайырымдылыққа бағана біраз ақша қосып кеттің.
Өткен жолы қайырымдылық ақша қосып кеттің. Кітабың арқылы қайырымдылық ақша қосып кеттің. Сен қазір қайырымдылық жасаушы адамсың. Ал сенен мүмкіншілігі 100 есе артық адамдар сол қайырым сұраушы адам. Сол қайырым сұрап жүрген адамдарға қандай ақыл кеңесің айтатын едің сен шын жүрегіңмен? Менің айтайын, дайын асқа тік қасық болмайды деп айтқым келеді. Өйткені дайын асқа тік қасық болмаймын. Аса қатты дегенмен ол сіңіп кетеді. Ары қарай тағы да аса қатты керек қой. Соны өзіңнің еңбегіңмен, еткен еңбегіңмен, санаңмен жеткенде не жетсін? Өзім, мен о баста енді өзім тігінші жақ бар ма, сояқтан мен өзімнің өнерім бар да, сонан кейін бар, мен мына қызымның мынау өнері қосылды да, екеуінде бірде алып кете беремін да, алып кетемін деп мен өзім не сетіп беремін да, істей беремін. Мен ана тігін тіккенде, ана майда шүйдесіне дейін қалдырмайын. Ойдады бір белестеп шығын керек та, істеймін. Сонан кейін мынаны қазір мошаға келді ғой енді, қол аяқ болды. Мен бұған мен нағам өзіне мына қызыма жаным ашиды да, қанша дегенмен. Мен қолмен істеп атқанымда, бұл қызыма башбайымен істеп атқаннан кейін, ана башбай қиылып кетеді. Сондықтан мен бұның қасында жүріп, өзім көмектесем. Қазір өзім де мамам болып алдым. Ана жылқыны тарту қиын ғой. Қиын ғой. Ана арасында бірін бүйтіп тығыз қылып, тақау, оны ана қуысына кіргізу деген адамға ең главный жер. Сондай жерлер қиын. Сондықтан мен қызымның қасына болып мен жәрдем беріп. Жаңағы интернеттен аздап, бағана ойыншықтарың аздап өтеді ғой интернеттен. Соны суретке түсіріп, инстаграмға салып жатсың да? Суретке түсіремін, видеоға түсіремін, монтаждаймын, сосын сон. Өзің монтаждайсың ба? Кім үйретті? Өзім. Қалай үйрендің? Телефонның программалары бар ғой. Қандай программа монтаждайсың? Инстаграмның өзінен істеймін қазір. Соны видеоны да түсіресің да? Иә. Бәрін түсіре береді ғой. Соны түсіріп саламын. Өзі түсіре ме? Бәрін істей береді. Түгел бош, ала бер. Мен мамаң түсіріп береді екен сен, өзің түсіріп аласың ба? Бәрі өзі мен шинесесіне жаңағы мен мошақтарына алам. Инстаграмға өзің сурет салып, өзің жүктейсің, өзің жібересің да? Бәрі өзі жүктеп, өзі жібереді. Соны ақшаны Инстаграмнан алған адамдар ақшаны карточкаға тастай ма? Иә. Несіне салады, сосын бұл алады. Карточканы тастайды ғой. Каспий Голд. Ашып аламыз. Соған салып. Өмірде мықты қыз деп атыстар ғой, бірақ мықты осындай мықты болып келген ең бірінші Алланың арқасы, екінші анамның арқасы. Тұрсынайдың мамасына қол соғып қояйық. Көрсетіңдер Тұрсынайдың мамасын. Нұрландырып әр күнді, мейірге бөліп әр түнді, көзіңнен алғаш көрдім өмір дейтін әлемді. Жылытып әркез жанымды, жайнатып әркез бағымды, өзіңнен ғана үйрендім өмірде мықты болуды. Ақ қарға тоңдыртпаған, ақ сүт берген ақ мамам, жүрек жарды туғаннан, саулығымды сұраған. Ақ қарға тоңдыртпаған, ақ сүт берген ақ мамам, жүрек жарды туғаннан, саулығымды сұраған. Жаныңнан кетсем алыс, өмірдің мәні болмайды. Сіздегі бар жақсы іс әлемнен табылмайды. Өткізіп бірге күн айды, жылдарым жылды жалғайды.
сіздегі бар махаббат әлемнен табылмайды. Ақ қарға тоңдыртпаған, ақ сүт берген ақ намым, жүрек жарды туғаннан, саулығымды сұраған. Ақ қарға тоңдыртпаған, ақ сүт берген ақ намым, жүрек жарды туғаннан, саулығымды сұраған. Ақ қарға тоңдыртпаған, ақ сүт берген ақ мамам, жүрек жарды туғаннан, саулығымды сұраған. Бүгін міне сіңілімізді көріп, қатты риза болып отырмын. Жаңағы Ажар ханым айтпақшы, өмірде өткен әр қиындықтарымыздың бәрі өте далбаса екен. Сезіп, сондай бір риза болып отырмын жаныма шейін. Тұрсынай, осы өнерің алға өрлей берсін. Сен барша Қазақстанға мотиватор боласың. Сенің болашақта жоғарыдан көргіміз келеді сені. Осындай кішкентай ғана жүрегіңнен шыққан мейірім баршамызды жаулап жатыр. Осы 31-ші ағымға келгелі бірінші күннен бастап Ахметбек ағайымыз сен бізге үлгі тұтып айтып отырады. Қазір қарап өзім риза болып отырмын жаным. Көңілім де босап тұр, өзім риза болып тұрмын. Сен көпшілік қазаққа керексің. Жаңа айтып жатсың ғой жаным, сол пайғамбарымыз сияқты нұрлы болғым келеді, сол сияқты жақсылық жасағым келеді деп. Сен оны жасап жатсың уже. Әлі де жасайсың. Көп жаса жаным, жақсылығың көп болсын. Еңбегің зор болсын, саған қарап қуанамыз. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ұяттан жерге кіріп кетейін деп отырмын, жасыратын жоқ. Осындай қарындасымыздың жүрегіндегі рухты Алла тағала бәріміздің жүректерімізге нәсіп етсін. Ал енді Тұрсынай қарындасым, денің сау болсын, Алла мақсаттарыңды ала салсын. Үлкен ұзақ ғұмыр тілеймін, анаңыздың ғұмыр жасы ұзақ болсын. Өмір сүргің келсе де келмесе де өмір өтіп жатыр деймін да, оны неге мұңлығып өткізесің деймін да. Сол себептен бір күн болса да, бір минут болса да күліп ойнап өмір сүр деймін да. Ел азаматтарымызға. Және айтып отырсыз ғой, адамдарға тренинг өткізіп сөйтіп айтып отырсыз ғой. Сөйтіп ойлап отырмын да, егер тренинг өткізетін болсам, сізден осы кетем болды. Міндетті түрде ұстаздан шәкірт озу керек. Егер менен өзімнен озатын шәкірттерім болмаса, онда менің ұстаз ретінде құным көк тиін деген сөз. Кішкентайымнан өмірге ұстаз болдым десем өтірік айтқан болам. Өмірден түңіліп жиренген кездерім болды. Өмірден кеткім келгенде кездерім болды. Оны неге жасырайын? Сонымен сен халықпен бөлісу керексің. Соны қалай жеңдің сол қиыншылықтарды? Сол кезде мынандай ой болды. Мен сол неде мүгедекке қалып қалған немесе мүгедекке ұқсамаймын. Сыртқы кейпім ұқсас болғанмен ішкі кейпім сау адамның ойын ойлаймын деген алдыма не қойдым. Және де бұл Қазақстанда болсын, өмірде болсын, әлемде болсын, мүгедек жаңғыз мен емес, менен кейінде мүгедек туылады, және менің артымда да мүгедек бар. Мен соларға қалай айтсам болады, мотивация бергім келеді жаңа. Жақсы, кім Тұрсынай, мен саған айтатыным, тек қана ондай жандарға емес, аяқ қолы сау, бірақ санасы мүгедек адамдар көп. Келісесің бе? Әрине көп. Олар өмірде жауын жаумай су болып, өзін өзі қинап, мынандай Қазақстан сияқты байда керемет мемлекетте жұмыс істемей, болмаса бар бақытты басына теуіп, сап-сау адамдардың ажырасып жатқаны, түкке тұрмайтын проблеманы қолдан шығарып жатқан адамдар өте көп, барды бағаламай жүрген. Соларға да сен ой сала аласың ғой? Қолынан келеді. Мені тең жүрейінші, далаға бір шығып көрейінші.
тікенектері кірсегіз аяғыма мені тең жүрейінші. Мені тең жүрейінші, етігімді бір киіп көрейінші. Мәз менім оп, қуансын кәрі әжем, бұлақтың суына кеп берейінші. Мені тең жүрейінші, далаға бір шығып көрейінші. Шашылған тасбиқтерді теріп алып, қарияға жіпке тізіп берейінші. Мені тең жүрейінші, алыдыпты бір теуіп көрейінші. Алаңқайда ойнаған бағалардың арасына сіңісіп кетейінші. Мені тең жүрейінші, ақ арманға қадам басып көрейінші. Түсімде ақ көбелек қуған қызы, өңімде шын бейнесін көрейінші. Мені тең жүрейінші, жердің бетін бір басып көрейінші. Төбесі көкке жетердей қуансын анам, мені тең жүрейінші. Тілегімді саған айтам, асыл досым, мені тең жүрейінші, жүрейінші, жүрейінші. Шындығында да адам баласы өзінің ішкі рухын оятса, оның алмайтын қамалы, жеңбейтін қиындығы болмайды. Оған Тұрсынай қарындасымыз куә. Мен осы аламан курсына Тұрсынайды жиі шақырып жүремін. Сол кезде аға, анау қолымнан келмейді, мына нәрсені мен істей алмаймын, көмектесіп жіберіңші деп жүрген жандар Тұрсынайды көргеннен кейін бірінші ар-ұяттары оянып, екіншісі ішкі рухтары оянып, өмірге құштарлықтары артып, бір керемет рух жинай бастайды. Осы Тұрсынайдың бойындағы қайтпас қайсар рух сізге де берілуіне мен тілектеспін.